Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дастарханның сәнін келтіретін майонезбен жасалатын салаттардың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видео соңына дейін қарап шығыңыздар. Ең алдымен қызылша қосылған осындай әдемі салаттың түрін дайындаймыз. Бізге жұмыртқа қажет. Жұмыртқаны 4-5 турайсыздар, 3 жұмыртқаны және 1 картопты суға піскен. Картопты 4-5 турап шығасыздар. Тауықтың төс еті және тұздалған қияр, бір қызылшамызды осылай 4-5 турап, бәрін бір ыдысқа саласыздар. Дәміне қарай тұз қосып, бұрыш қосамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді салаттардың бірі. Ал енді майонезімізді қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Тарелкеге әдемелеп салып, осылай Pringles чипсымен әсемдесеңіздер болады. Дәмді салат әрі өте әдемі. Келесі салатымыз фаворит салаты деп аталады. Бұл да өте дәмді салаттардың бірі. Ең алдымен 2 жұмыртқадан осылай құймақ жасап аласыздар. Осылай соломка етіп турап шығамыз. Және қиярды осылай соломка етіп турайсыздар. Бұндай қияр болмаса, сіздерде тұздалған қияр қоссаңыздар да болады. Немесе екеуін де араластырып қоссаңыздар да болады. Ал енді тауықтың төс еті немесе үндіктің төс етін пешке пісіріп, немесе суға пісірген болса да болады. Осы соломка етіп, оны да салатымызға қосамыз. Енді көк пиязымызды қосамыз. Көк пияз міндетті түрде қосу қажет. Және жүгерімізді қосып, майонез қосып, тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Тарелкеміздің астына салат жапырағын тастаймыз да, осылай әдемелеп қойып, салатымызды қойып шығамыз. Және әсемдік үшін осылай жан-жанына Pringles чипсын қойып шығамыз. Өте әдемі салат, әрі өте дәмді. Жасап көріңіздер. Мына салаттың үсті жағына салат жапырағының жоғарғы жағын кесіп алып, осылай гүл тәріздес етіп орап, бетіне осылай қойып қойсаңыздар болады. Жасап көріңіздер достар. Ал келесі салатымыз бізде каприз салаты деп аталады. Оған үккіштен жұмыртқаны өткіземіз. Осылай жақсылап жұмыртқаларды үккіштен өткізіп алып, шетке алып қоясыздар. Келесі кезекте суға піскен картоп. Картопты да үккіштен өткіземіз. Одан кейін осылай үккіштің майда тесігінен ірімшікті өткізесіздер. Менде эмир ірімшігі осы салатқа өте жақсы үйлеседі. Одан кейін ет, суға піскен етті майдалап 4-1 турап шығасыздар. Тұздалған қиярымызды да майдалап соломкалап турап шығамыз. Ал енді тарелкемізді алып, астыңғы қабатқа бірінші етімізді саламыз, тұздаймыз, бұрыш себеміз. Майонезімізді осылай бетіне жағып шығамыз. Келесі кезек картопта. Картопымызды осылай салып шығасыздар да, міндетті түрде кішкене тұз сеуіп жібересіздер және майонез жағамыз. Өте дәмді салат, жұп-жұмсақ, ауызда еритін салат. Жасап көріңіздер. Тұзымызды сеуіп, міне майонезімізді себеміз. Әр қабатқа майонез себесіздер міндетті түрде. Ал келесі кезекте тұздалған қияр. Тұздалған қиярды да осылай әдемелеп салып шығамыз.
Енді майонезімізді жағамыз. Тұз сеудің қажеті жоқ бұл қабатқа. Ал енді үкіштен өткізілген жұмыртқамызды бетіне сеуіп шықтық. Қайтадан майонез жағамыз бетіне. Ең соңында жаңғы үкіштен өткізілген ірімшікті осылай бетіне сеуіп шығасыздар. Достар, жасап көріңіздер, негізі өте дәмді салаттардың бірі. Бізде бұл салат қалмайды дастарханда. Мінекей, салат дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Грамдары жазылған. Салаттың аты каприз. Описаниеда жазылып тұр. Ал келесі салат бізде өте дәмді салаттардың бірі, әрі өте әдемі. Бізге ең алдымен осындай балғын қияр қажет. Қиярымызды осылай майдалап, соломка етіп турап шығамыз. Бір тарелкеге алып, бір шетіне сап қойыңыздар. Келесі қызанақты да осылай етін алып тастап, ортасындағы шетін осылай майдалап турап шығасыздар. Келесі кезек жұмыртқада, жұмыртқаны да соломка етіп турап шығасыздар. Одан кейін ірімшікті де соломка етіп тураймыз. Ірімшік қосу міндетті емес. Ірімшіктің орнына сіздер тауықтың төс етін немесе ет қосып жіберсеңіздер де болады. Міне осылай видеодағыдай тарелкеге осылай әдемілеп салып шығасыздар. Ал енді келесі кезек ол картошка пай. Жасалу жолын кез келген адам білетін шығар. Осылай картошканы пайды бетіне қойып осылай шығасыздар ең шетіне. Және ортасына осылай қызылшаны қойып шығасыздар. Сіздер осы салатты осылай жасасаңыздар да болады, немесе бәрін біріктіріп жасасаңыздар да болады. Бірақ картошка пайды бетіне сеуіп жіберіңіздер. Бірге араластырмаған дұрыс. Және майонезді осылай кезегімен осылай жағып шығамыз. Өте әдемі салат, әрі дәмді, дастархан сәнін келтіреді. Жасап көріңіздер, достар. Видео рецепттер ұнады деген ойдамын. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар.